Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ірімшіктен жасалған рогаликидің рецептімен бөлісетін боламын. Өте жылдам, тез дайындалады. Менімен бірге видео соңына дейін болып, қолдап отырыңыздар. Рецепттің барлық құрамы видеоның астында жазулы. Ең алдымен ірімшіктің үстіне бөлме температурасына еріп тұрған жұмсақ майды алып саламыз. Оның үстіне бір жұмыртқа, ванильді қант және шым-шым тұзды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қамыр қопсытқышпен ұнды қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын, енді оны 30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Енді қамырымызды екі бөлікке бөліп, әр бөлігін дөңгелек етіп жайып аламыз. Міне осындай видеодағындай қалыңдықта болсын, не қалың, не жұқа болып кетпеуі қажет. Одан кейін пышақтың көмегімен осылай кесіп шығамыз. Міне қамырдан осылай рогаликтердің формасына келтіріп аламыз. Қалаларыңыз бойынша қантқа аунатып алсаңыздар болады. Рогаликтерімізді алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 15-20 минут пісіреміз. Міне біздің ірімшіктен жасалған рогаликтеріміз дайын. Қалаларыңызша бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Балалар өте жақсы жейді. Дәмі де өте керемет, әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап, мені қолдап, арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген оңай рецепттермен бөлісетін боламын.